Армысыздар, бүгінгі әдіс бұл жаңағыдай менің мықты, бойы ұзын немесе күш жағынан да жаңағыдай маған тең келмейтін мықты, мысалы осындай жігіт, дайындығы да менен мықты болуы мүмкін. Жаңағыдай ұстасып қалған кезде, мінекей қараңыздар, күресіп жүру маған қиындау, мені астына түсіп қалуы мүмкін, көтеріп алып лақтыруы мүмкін, немесе соқса мен құлатуы мүмкін. Сондықтан да ең басты нәрсе бұл жерде, даже тіпті ең нәзік жандылар, яғни қыздарда, әйел адамдарда бұл әдісті қолданылады. Мысалы, қолдан ұстаған кезде қол шығуға мүмкіндік болмаса, әрқашанда мына 4 саусақ, бір саусақтан мықты болады. 4 саусақ, бір саусақтан мықты болады. Мұнда қоямыз, осы ұстағаннан кейін дальше қарай басу. Немесе ұстаған кезде ұстап алды, мысалы, арт жақтан кейін ұстап алды, лақтырайын деп жатыр. Дәл осы мезгілде қандай жағдай орын алады? Мінекей, бірден отырып қалу. Яғни, ол көтергенге шейін мен өзім салмағымда оның қолына күш түсіру керекпін. Отырып қалам, дальше ары қарай кетеді. 4 саусақпен оны тек қана маған бір саусағы жетеді. Қай саусағы қалай келеді, ол ситуацияға байланысты. Мысалы, қазір мына саусақ келуі мүмкін, немесе мына саусақ келуі мүмкін. Қайсысы ашық қалды, мен сонымен жұмыс жасаймын. Мысалы, маған қазір мынау ыңғайлы. Бұрыламын, алдым бір саусағым, мінекей. Мына жаққа қарай бұрыламын, қайырлатын жаққа қарай. Мына жаққа қарай бұрылмаймын. Қайырлатын жаққа қарай бұрыламын. Көрдіңіздер ғой? Мына саусағы сынбас үшін ол бағынады. Мен бір саусақпен дрессировка жасаймын. Яғни, саусақты мен қалай қарай майыстыратын болсам, ол солай қарай жұмыс жасайды. Өзіме ыңғайлы болу үшін саусақ ұстап отырып, қолымды ауыстырып аламын, жерге жатқызамын. Мінекей, көрдіңіздер ме? Қолды айналдыра келу болады. Саусақтан дальше ары қарай ұстап қайыруға болады. Осы